Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқу мақсаты: дара және күрделі зат есім, сан есім, етістіктерді анықтау. Дара етістік бір сөзден жасалады. Күрделі етістік екі сөзден жасалады. Мысалы, дара етістік жазды. Дара етістікті күрделі етістікке айналдырайық. Жазып отыр. Дара етістік ұшты. Күрделі етістікке айналғанда ұшып бара жатыр. Дара етістік жүзді. Күрделі етістік жүзіп жүр. Дара етістік күлді. Күрделі етістік күліп жіберді. Дара етістік түсті. Күрделі етістікке айналғанда түсіп жатыр. Дара етістік барды. Күрделі етістік барып келді. Дара етістік көрді. Күрделі етістік көретін болды. Міне, дара етістік бір сөзден жасалады екен. Күрделі етістік екі сөзден, кейде үш сөзден де жасала береді. Сұрақтары: не істеді, не қылды, қайтты. Тыңда: құмырсқа мен шегіртке. Кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Мұны көрген шегіртке мазақтап күледі. Осы кезде оны құс шоқып алып кетті. Қандай кейіпкерлер бар? Әрине, құмырсқа және шегіртке және құс. Мәтінді көшіріп жазамыз. Етістіктердің тауып астын сызамыз. Оның дара етістік пе, немесе күрделі етістік пе екенін анықтаймыз. Мысалы, кішкентай құмырсқа нанның қиқымын алып келе жатып, байқаусызда шұңқырға түсіп кетеді. Етістік не істейді? Түсіп кетеді. Астын екі рет сызамыз. Екі сөзден жасалған, демек қандай етістік болады? Күрделі етістік болады. Одан соң осы етістіктің іс-қимыл әрекеттің иесін табамыз. Яғни түсіп кеткен не еді? Құмырсқа. Астын бір сызықпен сызамыз. Құмырсқа не? Зат есім болады. Міне осылайша қалған сөйлемді талда. Өз бетіңше дара етістікті күрделі етістікке айналдырып жаз. Жоғарыда көрген үлгіні есіңе түсір. Мысалы, дара етістік өсті. Не істеді? Өсті. Енді осыны күрделі етістікке айналдырсақ, өсіп жатыр. Жуды, сүзді, озды, тоқыды. Дара етістікті күрделі етістікке айналдыр.